Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен ерекше кешкі астың рецептісімен бөлісемін. Алдымен 200 грамм суымызға бір жұмыртқамызды, бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, 400 грамм ұнмен қамырымызды илеп аламыз. Менің арнама жазылмаған болсаңыз жазылып, мені қолдап өтіңіздер. Алдағы уақытта ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Бұл тамақ үйде табылатын азық түліктермен жасалады. Өте қолжетімді, өте дәмді болып шығады. Қамырымызды әбден илеп, 15 минутқа тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге қажетті 2 жуа, 3 сәбізіміз қажет. Жуамызды турап аламыз. Сәбізімізді үккіштің үлкен жағынан өткізіп аламыз. Енді құрғақ тапамызға майымызды құйып, жуамыз бен сәбізімізді қуырамыз. Үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. Енді тамағымызды дайындауға кірісеміз. Бізге қажетті жуа, сәбіз, картоп, етіміз қажет. Барлығын алдын ала жуып, барлығын турап аламыз. Енді қазанымызға майымызды құйып, бірінші етімізді саламыз. Етіміздің үстіне пиязымызды салып, тұзымызды, бұршымызды салып, әбден қуырып аламыз. Үстіне сәбізімізді, картопымызды салып, қуырып, жай отта бұқтырып қоямыз. Өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырды 2-ге бөліп алсаңыздар да болады. Мен барлығын бірге үлкен қылып жайдым. Жұқа етіп жайып аласыздар. Енді тамағымызды бататындай қылып, суымызды құйып қоямыз. Жай отта бұқтырып қоямыз. Енді қамырымызды 2-ге бөліп, үстіне дайын салмамызды салып, барлығын тегістеп жағып аламыз. Енді видеода көрсетілгендей қылып ораймыз. Қатты нығыздап орауға болмайды. Енді сыртын майлап, барлығын әдемілеп кесіп аламыз. Жай отта 40 минутқа пісіріп аласыздар. Енді дайын тамағымызды әдемілеп тарелкамызға салып, үстіне етімізді, картопымызды салып ұсынсақ болады. Ас болсын.